Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен Ақбота. Бүгін өте дәмді долма дайындайтын боламыз. Күріштің үстіне тартылған етті саламыз. Және де бір толы ас қасық томат пастасы, ұсақтап туралған пияз, және де үккіштен өткізілген сарымсақ. Дәміне қарай өзіңізге ұнайтын түрлі бұрыштарды қолдансаңыздар болады. Менде қара бұрыш, ащы қызыл бұрыш, тұз және де паприка бұрышы. Сұйық майды құямыз. Қолымызбен жақсылап толықтай араластырамыз. Бізде долманың ішіне салатын салмамыз дайын. Долманы орау үшін жүзім жапырағын қолдандым. Жүзім жапырағын бір келге етіп жайып шығамыз. Үстіне бір шай қасық салмадан салып жаймалаймыз. Долманың жапырағы менде дайын қайнатылған түрі. Егер сіздерде бақшадан алынған жүзім жапырағы болса, оны алдын ала жақсылап жуып, қайнаған суға 5 минут салып қоямыз. Кейіннен алып, ортасына салмасын салып орайтын боламыз. Ораған кезде, достар, міндетті түрде шетін жақсылап жауып, қатты тартып, жіңішке болдырып ораймыз. Кейін піскен кезде жайылып, үлкен болып өсіп кетпес үшін кастрөлдің астына 2-3 тал жүзім жапырағын жайып, үстіне жаңағы ораған сарманы салып, бетіне лимон тілімдеп қоямыз, және де сұйық май құямыз. Осылайша үстіне толықтай сұйық майды құйып шығамыз. Егер сіздерде зәйтүн майы болса, ол да ерекше дәм береді. Бетін осылай тарелкамен жауып, қайнаған су құятын боламыз. Қайнаған суды алдын ала қайнатып алдым, және де долманың бетіне шамалы шығарып құямыз. Яғни біздің долмаларымыз суға толықтай батып тұруы керек. Осылайша шамамен 1 сағаттай баяу отта пісіріп аламыз. Біздің долмамыз дайын. Міндетті түрде осы рецепті бойынша дайындап көріңіздер. Сіздерге ұнайды дегенге сенімдімін. Бізге керекті барлық ингредиентті описание бөліміне жазып қойдым. Каналыма жазылып, лайк басуды ұмытпаңыз.